OLX.kz сайтындағы хабарландыруымызды қалай өзгертеміз және де өшіреміз. Ол үшін біз OLX.kz сайтын ашамыз. Өзіміздің профильге кіреміз. Мінекей объявление қатарында тұрған объявлениемізді таңдап, редактировать деп өзгертеміз. Мінекей мұнда мысалы тақырыбында өзгертсеңіз болады. Бағасын қате қойған болсаңыз, бағасын өзгертсеңіз болады. Описаниясына қосымша жазсаңыз болады. Мысалға, обмен бар. Енді осы өзгерістерді сақтау үшін редактировать объявлениеге басамыз. Мінекей өзгерістер енгізілді дейді. Ал енді егер объявлениеңізді өшіргіңіз келсе, деактивировать-қа басасыз. Егер сіз затыңызды саталған болсаңыз, да деп басасыз, саталмаған болсаңыз, нет деп басасыз. Мысалға, да дейік. Міне сіздің объявлениеңіз өшті дейді. Ал енді объявлениеңіз неактивный өтті, толық өшкен жоқ. Он толық түбегейлі өшіру үшін неактивныйға кіріп, мінекей мына шетте удалить дегенге басамыз. Мінекей толық өшеді осымен. Ал егер қайттан басып ететіңіз келсе, активировать-қа бассаңыз болады. Менде қазір интернет дұрыс істемей тұр, содан болу керек өшпей жатқан. Сіздікінде толық өшетін болады.